Біздің қазақ неге қарызға кіре береді? Неге ақша табуға қиналуымыз керек, қай уақытта бізге кредит беріп жатқанда деген. Бір үлкен бір өмірде дағдарыс болған кезде қалай адам өзін тіктеп алу керек, қалай етек жеңін жинап алу керек? Семьяға қалай ақша табамын және болашақта мен қандай үйде тұрамын деген сөз, бұл әйелдің ойлайтын нәрсесі емес. Мен енді күйеуге шықпағанмын ғой, енді мен не істесем болады деген сияқты. Орысша айтқан кезде ваш бизнес, ағылшынша айтқанда your business. Бұл не болғанда да жақсы күйеу табу болды. Баршаңызға сәлем, мен Әсем Құралбекқызы. Назарларыңызға Касмедиа бағдарламасы. Біз бүгін Дубайдамыз. Осы бір бағдарлама саяхат, бизнес, шығармашылыққа айналды. Менің қарсы алдымда енді эксклюзив деп айтайыншы, бизнес жүйелеуші, қаржы эксперті, өз ісіңіз кітабының авторы, халық қызметшісі Жеңіс Есенгелдин. Аға, көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Ерекше жерде тұрмыз, көңіл керемет. Сіз шетелге жиі шығасыз, осы саяхаттың біз білмейтін сырлары бар ау? Бар болғанда мен айтады бір адам бір нәрсенің дәмін біліп алатын болса, қайта бара беретін сияқты. Бұрыннан айтып жүрмін, жалпы адамның басына идея келеді. Бірақ идея күнделікті бір нәрсені жасап жүрген кезде келмейді екен. Адамның басындағы ми солай жұмыс жасайды. Бір басқа әлемге, басқа бір әдетке түскен кезде адамның миында бір шок пайда болады. Не істеп жатыр бұл адам? Міне мен өзім ауылымда оянатын едім, үйінде оянатын едім, басқа жерде оянып жатырмын деген сияқты бір басқа бір өзгеріс болады екен да. Сол өзгерістер болып жатқан кезде адам басына бір идея туады екен. Соны мен сезіп, әрқашан бір неге барғанда, саяхатқа барғанда бір жақсы идеямен қайтатынымды білдім да. Енді сол адамды бай болуға себеп болатын бір ғана идея дейді ғой. Соны қайтқан не істеген сайын үйреніп кеткенім сонша, әрбір жерге келген кезде жаңағы идеямен барып, өзіңіз көргендегідей кез келген жаңағы жақсы проектілерді осы саяхаттан кейін жасап жатқан. Мен сіздің әлеуметтік желіңізді өте бақылап, қадағалап отырамын да. Сіздің 30 күндік курсыңызға қатысқандарды Дубайға әкеп демалдырып жатырсыз. Жеке сыйлықтарыңыз да бар. Минусқа кіріп кеткен жоқсыз ба? Шынымды айтайын, минус деген де бар, плюс деген де бар ғой, бірақ мен шынымды айтсам бағана ойланып отырмын. Көп адамдар сұрақ қоятын сондай. Қазіргі уақытта есептеу қиын емес қой. Адамдар бәрі экономикалық барлығын есептей алады, интернеттен де қарай алады. Адамдар іштері біліп отыр негізінде біз пайдаға қанша шығатын болдық негізінде. Бірақ енді минустамын деп айта алмаймын, өйткені минустамын дегенде әрқашан минусқа кете беру да дұрыс емес қой негізі. Мазохизм деп ол нәрсені. Бірақ не емеспін. Пайда үлкен пайда көріп жатқан жоқпыз негізінде. Яғни бұл жерде көріп жатқан пайдамыз өзіміздің командамызға жақсы эмоция сыйлау, сол нәрсе болып жатыр. Оны біз пайда деп есептеймін. Мен ішімнен қарап отыратын болсам, мына осы жерге алып келгендегі адамдардың қуанышын көру деген сәт маған ұнап қалған екен да. Маған мен мына жерде айтып отырмын, мен пайда көрмесем де неге мен мына жерде отырмын деген сияқты сұрақ қойған кезде бағана адамдар қуанып жатыр ғой. Міне маған сол керек екен да. Мысалы көп адамдар өзінің қолындағы ақшасын жұмсап, өзіне бір жақсы эмоция алғысы келеді ғой. Мен сол ақшаны бір жерден көп ақша тауып, жұмсап эмоция алуыма да болады. Бірақ тіпті адамдардан көп ақша алмай-ақ сол эмоцияны алсам да болады екен да. Яғни мен айтайын шынымен де, өзіме деген, өзімнің командама деген ішкі эмоциямды алу үшін жасап жатқан сияқты көрінеді маған. Өте керемет. Жеңіс мырза, сіздің осы қарсыз қазақ курсыңыз хит болып жатыр. Қатысқандар мен қатыспағандардың арасында қызу талқыға түсіп жатыр. Жалпы біздің қазақ неге қарызға кіре береді және одан құтыла алмай неге ұзақ уақыт жүреді? Жалпы бұл қазақтардың ең бір үлкен проблемасы, біз баяғыда айтып жүрміз ғой, қазақта жалқау деп айтып жүрміз ғой. Жалқау деген сөзді дұрыс қолданып жатқан сияқтымыз қазіргі уақытта. Сол жалқаулықтың кесірінен табыс табудың орнына оңай жолмен біреуден қарыз алу деген нәрсені біз шынымен әдетке қойған сияқтымыз негізінде. Мен айтайын ба, қазақ проблеманың шешуін іздемейді екен. Неге? Өйткені қазіргі уақытта неге қолымызда бір нәрсе жасайын десек, оны жасайтын не істейміз, Қытай жасап қойған болса. Біз кез келген нәрсені жасайық десек, оны біреу жасап қойған да уже. Ол Қытайда болсын, ол Японияда болсын. Машина шығарайық десек, уже машинаның жақсысын шығарып қойған деген сияқты. Тап сол сияқты, енді біз неге ақша табуға қиналуымыз керек, біз қай уақытта бізге кредит беріп жатқанда деген. Яғни банктердің көбеюі, осы жаңағы ұсынушылардың көбеюі, қарыз ұсынушылардың көбеюі біздің жаңағы осы өзі жалқау қазаққа жақсы болып кеткен дүние болып кетті. Енді жалқау деп айтып жатқаным қазір кемсітіп жатқан жоқпын, өзім де қазақпын ғой, бірақ жалқау деп қазір қайрамақшы болып отырмын адамдарды. Яғни жалқаусыздар деп, жалқаумыз деп айтып жатқан кезде жалқау болмайықшы деген сөзім ғой мен негізінде айтып жатырмын. Сондықтан әңгіме сода болып тұр. Енді негізінде қарап отыратын болсақ, қарыз алған адам
бейшара адам емес негізі. Ол тәуекелшіл адам, ол арманшыл адам, ол өзінің жаңағы бағасын көтергісі келіп жүрген адам. Неге? Сол қарызға кірген себебі ол бизнес жасайын деп алды, тәуекелшілікті. Ол жаңағы өзінің бір армандарына қол жеткізгісі келді, жаңағы машина, үй деген сияқты. Өзінің бағасын көтеру үшін адамдардың алдында әдемі киінгісі келді деген сияқты. Яғни осы арманшыл болған адам, тәуекелшіл болған адам, өзінің бағасын көтергісі келген адам негізі әлсіз адам емес. Бар болғаны ол қарыз алуға емес, сол энергияны табыс табуға жұмсаса екен деген. Өте керемет жауап. Енді қараңыз, қарыз алғандардың жаңағыдай мәселесін айтып өттіңіз, иә? Ал қарыз бергендер ше? Қарызын береді да, қарыз ақша береді да, соны қайтара алмай жүретіндер де бар. Бұндай жағдайда не істеу керек? Бұндайда енді қараңыз, қарыз берушіге қарыз деген нәрсені мысалға шариғатымызда көбіне сауапты іс, қарыз беру және садақа деген сияқты сөздермен істейді. Кеңестіреді кей уақытта. Мен айтамын, жақсы. Садақаны кімге беру керек болатын болса, қарызы да соған беру, қарызы да сондай адамға беру керек. Мысалға садақаны кімге береміз? Шын мұқтаж. Аяқ қолы түгел емес, шынымен де жаңа ғана үйі өртеніп кеткен, немесе ауруын бүгін немесе болмайды деген сияқты мәселелер болған кезде сол адамға садақа береміз. Тап сол сияқты сондай адамға ғана қарыз берсе болады екен. Ал егер аяқ қолы түгел, өзінің тамағын өзі жей алатын, яғни өзі көшеге шығып жұмыс істесе ақша таба алатын, ақыл есі істеп тұрған, үйі бар, байқана квартира болса да, үстінде киімі бар адам болатын болса, оған неге біз садақа беруіміз керекпіз және садақаға ұқсайтын қарызды беруге болмайды. Сондықтан осы нәрсені қай уақытта біз беріп бастаймыз, адамдарды біз жаңағыдай әлсіз қылып бастаймыз. Неге? Өйткені кейбір адамдар мынандай нәрсе бар. Экзаменге барғанда көшіріп алайыншы дейді. Екінші адам көшіргізбесе, негізі оның басы істеп, өзі ойланып бірдеңе қылып басы істейтін еді. Бұл адам өзі жаңағы ананың не болғанда да көңілін қалдырмайын деп барып көшіруге берген кезде сырт көзге әдемі болып тұрады, бірақ ол адам сол көшіріп алғанның кесірінен болашақта өзінің басы істемейтін адам болып шыға келеді. Сол сияқты жаңағы қарыз берудің сырт көзге қарағанда адамдарға қарыз беру бір керемет авторитет, керемет бір беделді болып қаласың, қолың ашық жан сияқты болып қаласың, жомарт жан сияқты болып қаласың, бірақ ар жағында сен оған жамандық жасап аласың. Сондықтан қандай айтады, сендерге бір нәрсе жақсы болуы мүмкін, бірақ ол жаман. Сендерге бір нәрсе жаман болуы мүмкін, бірақ ол жақсы екен. Жеңіс мырза, өзіңіз де білесіз, қазір адамдардың осы бизнес бастаймын деп жаңағы оқымай, сауатын ашпай банкрот болып жатыр, үлкен шығындарға ұшырап жатыр. Жалпы өмірде осындай бір кәсіпті жоғалтқан кезде, бір үлкен бір өмірде дағдарыс болған кезде қалай адам өзін тіктеп алу керек, қалай етек-жеңін жинап алу керек? Енді жалпы қандай ой болсын, ол білім алуға байланысты болсын, қандай іс бола берсін, бәрібір ол адамның басындағы өзінің соған деген көзқарасы бар. Мысалға білімді алмауының себебі білім қажет емес деп ойлауы. Мысалға табысты көбейтуге айтқанда тәуекел етпеуінің себебі ол тәуекелдің қажеті жоқ немесе тәуекелдің пайдасы жоқ деп ойлауы мүмкін. Бұл ойлар қайдан келді деген кезде, бұл ойлар сенің әрбір ұшырасқан, яғни сенің әрбір кездескен адамдарынан естіген информациялардың жинағы. Адамның басындағы тұрған зат әрбір сен кездескен адамдардың қай уақыттан бастап туған болсаң, қай уақыттан бастап естіген болсаң, сол уақытта кездескен адамдардан естіген сөздердің жинағы басындағы. Демек, сол адамдардан сондай дұрыс емес сөзді естіп, білім қажет емес деп естіп, білімді алмаған болатын болсаң, онда сен білімді қабылдау үшін білімді алу керек деген адамдардың ортасында болу керек. Бар болған айтайын дегенім, сіз кімнен не естіп жүрсіз, сол сіз болды. Демек, жақсы адам болғыңыз келетін болса, жақсы адамдардың ортасына түсу керек. Жаман сөз естіп жүрген болсаң, жаман адам боласыз деген сияқты. Сондықтан біз неге жасап жатырмыз? Бағанағы сұрағыңызға жауап берейін. Неге біз осындай 32 күнді бітіріп, осындай орта қалыптастырып жатырмыз? Менің бір арманым, біздің әрбір оқыған шәкірттеріміздің әрқайсысына біз дәнегі жатырмыз. Әрқайсысының бастарына жаңағы жақсылықты салып жатырмыз ғой. Енді осылар жеке-жеке жүрмесін деп, бәрін ауызбіршілікке қосып жатырмыз да. Көрдіңіз ба? Өздерінің ортасы болсын, өздерінің ортасы қалыптастырсын. Бір ғана әңгіме, бір ғана фокусты ұстаған кезде, бұл адамдардың айтайықшы 90% жетістікке жетеді деген ойдан негізі алып қалады. Керемет. Енді Жеңіс мырза, мен енді нәзік жандымын, сіз өзіңіз айтасыз, қыз келіншектер бизнеспен айналысу керек, егер де мұқтаждықтары болса деп. Шын мәнінде де мұқтажы бар қыз келіншектер көп, бизнесте жүрген. Жанда әйел заты нәзік болу керек деп айтасыз да, бизнесте әйел заты өзінің нәзіктігін пайдалану керек па, әлде бизнес еркек әйел деп бөлінбей ма?
Енді бизнес деген кезде айтайын ба, бизнес деген сөздің негізгі қазақшасы іс деген сөз ғой негізі. Әйел іскер болу керек. Бірақ әйелдің ісі сыртта бола ма, іште бола ма өзі шешеді деген сияқты ғой. Мен айтып жүрмін әрқашанда, еркек адам далада адаспайды, еркек адам үйде адасады, әйел адам далада адасады. Сондықтан еркек шынымен үйде жүретін болса, жаңағы носкиін таба алмай жүреді, зарядкасын таба алмай жүреді, пультін таба алмай жүреді. Сондай болады ғой енді, үйдің ісін мынау қаяқта еді, қандай продукт екенін білмейсің, адасып кетесің. Далада жүрсең, әйтеуір табыс табасың деген сияқты. Ал әйел адам үйдің ішінде адаспайды өмірі. Қай жерде тұрған заттың бәрін біледі, далаға шықса адасып кетеді. Яғни мен айтайын дегенім, әйел адамдар іскер болатын болса, далаға қатты шығып кетпейтіндей іспен айналысса деп ойлаймын негізінде. Менің ұстанымым сондай. Бірақ сол бизнеспен айналысу керек, бірақ мұқтаждықтан болмаса екен. Өйткені семьяға қалай ақша табамын және болашақта мен қандай үйде тұрамын деген сөз бұл әйелдің ойлайтын нәрсесі емес. Бұл әйелдің қамқоршысы болған еркектің ойлайтын нәрсесі. Енді қазір сіз тағы бір сұрақ қоясыз ғой маған. Мен енді күйеуге шықпағанмын ғой, енді мен не істесем болады деген сияқты. Сіздің ісіңіз жақсы күйеуге кездесуге әрекет жасау арқылы. Бизнес, яғни сіздің ісіңіз орысша айтқан кезде ваш бизнес, ағылшынша айтқанда your business. Бұл не болғанда да жақсы күйеу табу болды. Жалпы нәзір жандылардың, қыздардың міндеті жақсы тұрмысқа шығу, бақытты болу және де үйдің ісін алып кету. Үйдің ісін алып кету. Сосын бұл жерде үйдің ішінде отыру деген нәрсе жоқ негізінде. Сылтап жатырмын ғой мен. Жоқ, үйдің ішінде отыру деген нәрсе жоқ. Яғни мен айтып жатқаным, адам баласы үйде отырып-ақ та даланы ойлап отыруы мүмкін. Ал біреу далада жүріп та үйде ойлап отыруы мүмкін. Сондықтан мен айтып жатқан нәрсем негізінде, яғни тікелей далада болсын немесе үйдің ішінде болсын деген сөз емес. Яғни әйел адам қайда жүрсе де даланың ісін ойламау керек. Даланың деген сөз қандай? Мен болашақта тамақ қалай табамын балдарыма, балдарды қалай өсіремін деген адам бұл үйдің ішінде отырса да даланың әңгімесін ойлап отыр, даланың мәселесін ойлап отыр. Олай ойламау керек. Яғни не болғанда да мен күйеуіме қалай жағдай жасаймын деген сияқты. Ол даже офисте отыра берсін, бірақ күйеуінің жағдайын ойлап отыратын болса, балалардың таза киім кисе екен деген сияқты, үйдің іші таза болса екен деген сияқты ойлау. Ал еркектер үйде отыра берсін, олар всегда даланы ойланып отыру керек. Қалай мен ана жерге мектеп салсам, қалай мен қоғамға көмектессем, қалай мен осы жаңа Қазақстан қылсам деп, ол үйде отыра берсін. Мәселе дененің қай жерінде болғанда емес, мәселе басың, аяқта ойдың қайда болғанына. Керемет, Жеңіс мырза, 2023 жылдан сізден не күтеміз? Жаңа жобалар, жаңа курстар. Енді Алла тағала қаласа айтамыз ғой, біз өзіміздің жоспарымыз жоқ, Алла тағаланың бізге қойған өзінің жоспары бар. Дұға қыламыз, үміт етеміз. Шынымды айтайын, 2023 жылы біз осы 2022 жылда жасаған істеріміздің барлығын қорытындылап, 2023 жылы басқа бізде 32 күндік бизнес практикум бар ғой, бизнес практикумның про деген версиясын шығарғымыз келіп жатыр. Тағы бір сатыға көтергіміз келіп жатыр. Және балаларға арналған негізгі балалар жылы мен үшін 2023-те басталама деген ойым бар. Енді мемлекетте осы жылы балаларға арналған жыл болды ғой, ол мемлекеттің жылы. Мемлекет өзінің істейтін балаларға істеген шығар, бірақ мен өзімнің балаларға беретінім бар. Сонымен айналысқым келеді. Яғни біз Алла қаласа ерлер элитасын күшейтеміз, ханымдар элитасы, ханымдар клубын күшейтеміз. Балалар 10 жас пен 16 жастың аралығында балаларға күшейтеміз. Сосын бизнеспен айналысатын адамдарға про версиясы, яғни ең күшейтеміз. Және біз осы саяхатқа шығып жүрміз ғой. Осы саяхатты до профессионализма, яғни профессионалды түрде бір жылға дейін жоспар құрып қоятындай қылып жасағымыз келіп жатыр. Енді біз бұған жасауға енді бір үлкен бір неміз, жоспарымыз Алла қаласа осы біздің бүкіл сабақтарымызды оқып алған сіз сияқты адамдардың арасынан өзіміздің сыртқы командамызды жинағымыз келеді. Менің өзімнің мен бойынша сыртқы команда, ішкі команда деген нәрсе бар. Ішкі команда ол менің қазіргі жұмыс жасап жатқан, бізбен бірге жұмыс жасап жатқан адамдар болатын болса, сыртқы команда біздің сыртымыздан біздің жақсылығымызды асырып, жамандығымызды жасырып, бізде әрқашанда жақсы болса екен деп тілеп отыратын адамдар негізінде. Сондай команда көбейтуіміз керек. Сондықтан кім осы алдағы жылда бізбен қосылып, бірге қосыламын деген адам бізбен бірге қалады. Қосылмаймын деп ойлаған адам, немесе бір күні болар деп жүрген адамдар, олар енді тағдырына сай бізбен бірге болады.
енді бүкіл Қазақстанды жаулаңыз деген тілек айтқым келеді оқушыңыз ретінде. Жаңа жылға да санаулы күндер қалды. Жалпы халыққа тілегіңіз. Халыққа тілеріміз, шынымды айтайын, біз жаңа Қазақстан деген сияқты сөздерді, қоғам деген сөздерді, халқым деген сөздерді бұрын бар болғаны бір әдебиеттерден, газеттің бетінен, немесе біреудің халыққа жағыну үшін айтқан депутаттардың сөзінен естіп жүрген едік негізінде. Бірақ шынымен де мен түсінгенім, бұл нәрсенің ар жағында үлкен бір түсінген адамға, шынайы сол нәрсені істейін деген адамға бұл нәрсе бос сөз емес екен негізі. Сондықтан айтады ғой, егер сен Аллахтың алдындағы дәрежеңді білгің келсе дейді, Алла тағала сені қандай нәрсемен айналыстырып қойғанына қара дейді. Сондықтан айтатыным, бүгіннен бастап деп айтсақ болады, өзіңізге бір қараңызшы, немен айналысып жүрсіз. Егер сіз дамумен айналысып жүрген болсаңыз, егер сіз біліммен айналысып жүрген болсаңыз, егер сіз табысыңызды көбейтіп, қоғамға пайда келтіремін деген іспен айналысып жүрген болсаңыз, онда Аллахтың алдындағы дәрежеңіз жақсы екен. Ал егер сіз сериал қарап жүрген болсаңыз, болмайтын бір адамдардың арасында өсек айтумен айналысатын болсаңыз, күнде бір сайқымазақ видеоларды көріп жүрген болсаңыз, сериалдарды бітіре алмай жүрген болсаңыз, онда Аллахтың алдындағы дәрежеңізді өзіңіз біле білесіз. Сондықтан әрбір адамның дәрежесі істеп жатқан ісінен білінеді. Солға айтайын. Сіздің әрбір сөзіңіздің өзінің бір құндылығы, салмағы бар. Сондықтан да уақыт бөлгеніңізге енді өте тығыз жұмыс басты адамсыз ғой. Көп-көп рахмет. Ешқашан да бетімді қайтарған жоқсыз. Қандай жерде, қандай уақытта болмасын, сұхбат деп өтінгенімде үнемі жақсы жарайды деп сөйтіп айтасыз. Сіздің адамгершілігіңізге, қарапайымдылығыңызға көп рахмет айтқым келеді. Осымен сұхбатымыз тамам. Келесі кездескенше, жаңа мемлекетте көріскенше сау болыңыздар.